Сәлеметсіздер ме оқушылар, біз ұбт-да келген есепті шығаратын боламыз, бірақ ол есептің реттік нөмірі 11 емес. Бұл жинақталған есептердің ішінде бар, сондықтан содан алып шығарып жатырмын. Бірақ сол есеп суретте көрсетілгендей етіп тік төртбұрышқа дұрыс бесбұрыш іштей сызылған x-тің мәнін табыңыз. Көп оқушылар былай істейді, мына жер x деп алады да, мына жерде 90 деп алады. Сол кезде 2x қосылған 90, бізде үш бұрышты көріп тұрғандықтан ол 180 деп алып кетеді. 2x-тен болады 90, x-тен болады 45 деп, мына е жауабын белгілеп кетеді. Бұл олай емес. Бес бұрыш не үшін берілген? Тік төртбұрыш берілген, барлық қабырғасы тең емес қой мыналардың. Сондықтан біздер мына қабырға мен мына қабырға қазір тең емес бұлар. Бұлар өзгеше. Сондықтан мен бес бұрыш не үшін беріліп тұр? Дұрыс бес бұрыш. Мына бұрыштары бес бұрыш, мына іште сызылған. Дұрыс болғандықтан бұлар бұрыштар бір-біріне тең. Енді қарайық. Үш бұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы 180 болатын болса, төрт бұрыштардікі 360. Енді бес бұрыштардікі көріп тұрғандай, бес бұрыштардікі. Онда ол біздер 540-қа тең, 180 қосып отырасыздар. Мына бес бұрыштардікі. Енді қараңыздар, ішкі бұрыштар енді бірдей болатын болса, біздер 540-ты 5-ке бөліп жіберсек, әрбір бұрыш бізде 108 градустан келетінін көреміз. Яғни мына жер бізде 108. Енді көрейік, мына жер мен мына жер екеуі тең. Екеуі бірдей, сол кезде мынау бізде қандай бұрыш шығады? Жазыңқы бұрыш шығады, яғни 180-ге тең. Мына жақтағы мынаны енді x деп алады. X емес енді y деп алайық мына жерде. Y, мына жерде y-ге тең, Сол кезде y қосылған 180 қосылған y бізде 180-ді беру керек. Мына 180 емес, мына жерде 108. 108-ді беру. Сонда мына жерде 2y тең болады. 180 азайтылған 108. Бізде ол 72-ні береді. 2y сонда бізде 36-ға тең екен. Біз y деп біздер мына жерді алып алдық. Енді мына жер біздер 36 болып тұр. Мына жер 90. Енді үш бұрыштарды қолдансақ болады. Мына бізде үш бұрыш қой. Енді үш бұрыштарды қолдансақ, ережесін қолдансақ болады, ішкі бұрыштардың қосындысы. Мына жер бізде 90-ға тең болып тұр. Мына жер бізде x, ал мына жер бізде y болып тұр. Ал y-іміз бізде 36-ға тең деп алдық. Енді ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. 90 қосылған 36 қосылған x бізде 180. Сол кезде x-тің біздің 54 екені шығады. 54 градус. Сол кезде жауап А нұсқасын белгілейді екіншісі. Міне, осы. Жақсы. Ұмытпаңыздар каналға тіркелуді және де колокольчик басып қоюды, осындай есептерді елден бұрын көріп отырасыздар.